деструктивті дін ағым өкілдеріне кіргендер шариғи білімдері таяз көбісінің. Мысалы 100%-дің 90%-ын айтсақ, терең діни білімі бар деп біз айта алмаймыз, бәлкім одан да көп. Мына арнайы мекемелерде жатқандар болсын, сыртта жүргендер болсын, оларда терең бір базовый шариғи білімдер жоқ. Мысалы, оны қалай анықтауға болады? Мысалы, элементарно неше сүре білесіз деген сұрақ қою арқылы. Араб тілін білесіз ба? Оқып беріңізші, мысалы, Фатиха сүресін күнделікті. Көптеген қате табуға болады. Сондықтан да ең бірінші проблема оларда осы дұрыс діни білім алуға не қылу керек? Тарту керек. Олар емін-еркін сен адасқансың, сен кәпірсің, сен бидғатшысың, мынау біздің манхажға келмейді деп бір өздерінше ғалым сезініп кеткенде, намаз оқығанына 1 жыл болған, әлі дұрыстап Құран оқи алмайтын адамдардың өзі некомпетентный болса да не істейді? Осындай ауыр діни пәтуаларға емін-еркін жауап бере береді. Бұл да үлкен осы діда өкілдерінің проблемасы. Өзіміздің мешіт жамағаттарының арасында да мына өлім культін насихаттау, мына апокалиптическая риторика, осыны көп пайдалану, мысалы жаназа айтылатын уағызды тойда, неке қиып атқанда, немесе жағдай балаға азан шақырып атқанда айта беру қажет емес. Сондықтан да мына кезінде тоғыс алаңдарына игілдің қатарына қосылған көп бауырларымыздың проблемасы осы жерде болған. Олар не бұл өмір маңызды емес, нағыз өмір жәннатта, өлім культін не қыла берген, көп тыңдай берген сол тақырыптағы, сол мағынадағы нелерді, уағыздарды көп тыңдағаннан кейін олардың ол психологиясына не істеген, әсер еткен. Олардың көбісінде мына діни таным, діни түсінік горизонтальды болып келеді, яғни оларда иерархия деген түсінік жоқ. Олардың түсінігі бойынша бәрі бірдей. Олардың сленгісінде қандай сөз бар? Бәрі ахи, былайша айтқанда. Мешіттегі имамға да ахи деп сөйлеуі мүмкін, көкесіне де ахи деп сөйлеуі мүмкін. Сондықтан да біз осы түсінікті өзгерту керек. Яғни ол біздің әдетімізге, біздің ұстанып атқан шариғатымызға, жалпы біздің дінімізге келмейтін дүние екен. Яғни әдеп деген нәрсе бар, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген нәрсе бар. Осы түсінікті санасына не қылу керек, құю керек. Бәрі бірдей ахи болмайтындығын. Оған байланысты Аллах Тағала қасиетті Құранда да айтады, білетіндер мен білмейтіндер тең емес дейді. Немесе білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар дейді. Немесе әрбір білім иесінің үстінде одан да білімді адамдар болуы мүмкін деген сияқты. Осы теологиялық аргументпен оларға не істеу керек? Бағанағы өздеріне тағып алған генеральский погонды шештіру керек. Олардың көбісі мына дінді конфликт алаңына айналдырғысы келеді, қақтығыс алаңына айналдырғысы келеді, талас тартыс алаңына айналдырғысы келеді. Дінді үйренсе де біреумен таласу үшін, тартысу үшін Құран, хадис тексттерін жаттайтын сияқты сондай түсінік қалыптасқанда оларда. Сондықтан да осы нәрсені түсіндіру керек. Дін деген ол таласатын, тартысатын, мешіт деген сөз таластыратын жер емес. Жерге құлшылық ету үшін келесің, жерге мінәжат үшін келесің, жерге білім алу үшін келесің, жерге насихат тыңдау үшін келесің. Өзіңнің бір эгаңды көрсету үшін, өзіңнің бір ерекшелеу үшін, біреумен таласу үшін, тартысу үшін келмейсің. Зайырлық білімді не істемейді? Қабылдамайды. Бұл да проблема. Жалпы олардың көбісінде мысалы қандай проблема бар? Философия болсын, логика болсын, басқа мәдениеттен келетін дәстүрлерді не қылады? Жоққа шығарып харам деп айтып жатады. Ол да дұрыс емес. Жалпы ислам ешқашанда кейбір дін өкілдері, діндер сияқты емес. Ислам ешқашанда білімге, ғылымға, дамуға, ақылға не қылмаған, қарсы шабуыл жасамаған. Кейбір дін өкілдерінде орта ғасырларда білесіздер, дін ғалымдарды өлтірген, кітаптарды не қылған, өртеген, кітапханаларды қиратқан деген сияқты. Ислам тарихында ондай нәрсе болмаған. Керісінше ислам өте ғылымға, білімге, ілімге, философияға, логикаға жақсы көзқараспен қараған. Оған дәлел бізде өте көп ислам ойшылдарының, социологтарының, математик, физиктардың шығуы. Медицинада мысалы Ибн Сина болсын, Авиценна деп айтып жатады. Аль-Хорезми сияқты, кейінгі біздің мысалы Аль-Фараби аталарымыз сияқты, бабаларымыз сияқты мықты ислам ойшылдары мен ғалымдар шыққан. Сондықтан да осы нәрсені оларға түсіндіруіміз қажет. Құранда мысалы үшін, Құранды ашып оқыған болсаңыздар, көп деген аяттар бар. Ойланбайсыңдар ма, ақылға салмайсыңдар ма деген мысалы намаз, оразадан гөрі осындай мағынадағы аяттар өте көп. Жалпы басқа жаратылыстан адам баласының айырмашылығы неде? Осы ақыл санасында емес па негізінде?